Бұл бейнежазбада баланы кезекке қою тәртібін қарастырамыз. Ол үшін менің өтініштерім бөліміне өтіп, оның ішінде өтініш қосу батырмасын басамыз. Астына түсіп, керекті баланы таңдаймыз тізімнің ішінен. Одан соң облысты таңдаймыз. Біздің жағдайда ол техническая область болады. Одан соң районды таңдаймыз. Сосын елді мекенді таңдаймыз. Астындағы үш белгіні басып, өтінішті жіберу батырмасына басамыз. Құттықтаймын, өтініміңіз сәтті қабылданды. Енді қайтадан менің өтініштерім бөліміне өтіп, астына түсіп, кезектегі нөміріңізді көре аласыз. Ваучер берілгеннен кейін SMS түрде және жеке кабинетіңізге хабарлама жіберіледі. Хабарламалар бөлімін ашып, осылай көре аласыз. Одан соң біз қайтадан менің өтініштерім бөліміне өтіп, астыға түсеміз. Сізге қызығушылықты растауға 2 күн беріледі. Растау батырмасын басамыз. Одан соң қайтадан астына түсіп, үйірмені таңдауға сізге 5 күн беріледі. Секцияны үйірмені таңдаңыз батырмасын басыңыз. Іріктеу арқылы өзіңізге қажетті үйірме түрін таңдай аласыз. Біздің жағдайда ол шахмат. Қабылдану батырмасын басамыз. Одан соң ашылған бетте қажетті құжаттарды тіркеуіміз керек. Баланың суретін қосу батырмасын басамыз. Алдын ала жүктелген файлды басып, сақтауды басамыз. Медициналық анықтаманы жүктейміз. Содан соң барлық құжаттарды тіркеп, өтінішті жіберу батырмасын басамыз. Сіздің өтініміңіз қабылданды. Енді өтінімнің статусын көру үшін менің өтініштерім бөліміне өтеміз. Астына түсіп қараймыз. Яғни үйірмеге қол қоюға жіберілді. Енді үйірме тарапынан келісімшартты күтеміз. Келісімшарт жіберілгенде сізге SMS және жеке кабинетте хабарлама келеді. Хабарламалар бөліміне өтіп, онымен танысып, қол қоя аласыз. Қол қою үшін өту батырмасын басу арқылы. Немесе менің өтініштерім бөліміне қайта оралып, астына түсіріп, шартқа қол қою батырмасын басамыз. Астына түсіп, шартпен танысып, шартты жүктеп ала аласыз. Шартқа қол қою батырмасын басамыз. Одан соң ECP кілті арқылы немесе EGOV QR арқылы қол қоя аласыз.